Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай керемет мясо по-тайски тамақтың рецептімен бөлісемін. Дәмі өте керемет, ерекше тамақ. Міндетті түрде ауызашарға жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелмеген көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осылай етімізді алып, жалпақ етіп, жіңішке қылып тураймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, және де қандай ет болса да маңызды емес, бола береді. Қандай малдың еті болса да, осылай болгар борщымызды да осылай үлкен қылып тураймыз. Өйткені қуырған кезде кішірейеді. Әдемі көріну үшін осылай үлкен қылып турап алатын боламыз. Енді кезегімізде пиязымызды тураймыз. Бұл пиязымызды жалпақ етіп, арасын ашатын боламыз. Әдемі көріну үшін өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай арасын ашып қуыратын боламыз. Бір рет болсын жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан кейін өздеріңіз ұнаған екен қайта жасайтын боласыз. Осылай қиярды да осылай видеода көріп тұрғандай қылып кесетін боламыз. Майымызды қыздырып, осылай етімізді саламыз. Оны жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Қасиетті Рамазан айында тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Тілеген тілектеріңіз, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай бейбіт заманда өмір сүре берейік. Алла қаласа. Енді осындай Рамазан айында осындай керемет тамақтардың рецептімен бөлісіп отырамын. Күнеге осындай әртүрлі тамақтардың рецептін салатын боламын. Сол үшін жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де видеомды соңына дейін көріп, осындай қазақша каналдардың дамуына және қазақ қыздарыңызды қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Өздеріңіз көріп тұрғандай жақсылап жұмсарды етіміз. Енді қиярымызды салып, оны да бір 5 минуттай қозғап араластыратын боламыз. Осы аралықта бір пиала су жіберіңіздер, еттеріңіз жұмсақ болып пісу үшін. Осылай ұсақтап туралған болгар борщымызды салып, отта жақсылап қуыратын боламыз. Оның үстіне ұсақтап туралған чесногымызды саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша дәмдеушілерді қоссаңыздар болады. Мен сарымсағымды қостым, және де соя тұздығын қостым 2 қасықтай. Енді осыны жақсылап араластырып, үстіне бұрыш қостым, қара бұрыш. Енді гарниріне күріш дайындайтын боламыз. Күрішті езілмей осылай әдемі болып пісу үшін қыз тұрған тапаға май құйып, осы майға күрішімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Сонда күріштеріңіз езілмей әдемі болып піседі. Осылай қуырып аламыз. Қуырылып болған екен, үстіне бір пиаладай су құйып, күрішіміз батып тұру керек. Енді осыны баяу отта пісіретін боламыз. Үстіне енді тұз салыңыздар 1 қасықтай. Сөйтіп, осының бетін жауып қоятын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай біздің тамағымыз дайын болды. Мясо по-тайски тамағымыз өте дәмді, ерекше болып шықты. Ресторандағыдай міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.